Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге мен Солбай аға Айдос. Бүгін бізде жаңа шығарылым. Бүгінгі шығарылым тағы да Тальго туралы болады. Нөмірі 41, нөмірі 42-ші нөмірмен қатынайтын Алматы Атырау Тұлпар Тальго пойызы. Өткен шығарылымда мен айтқан болатын, пікірге жазыңыздар, идея айтыңыздар, не түсірейін, соны түсіріп берем, қолдаңыздар деп айтып едім. Пікірге жазыпты бір оқырманым, соның сұрауымен келіп тұрмын. Бүгін қаншасы 26 сәуір. Қазір пойыз келуіне 10 минуттай қалды. Кішкене пойыз жайлы айта тұрайық келгенше. Алматы Атырау пойызы. Қазір мен сүретін, дәл қазір мен сүретін жатқан ол Атыраудан Алматыға қатынайтын ғой. Кері бағыт қой. Бірақ нөмірі 41 деп көрсетіп тұр екен енді. Бәрі көрсетілген, жүретін уақыты. Мен әдейі жақын күнді қарай салдым. Неге жақын күнге таңдасаңыздар қымбаттау болады, алыстау күнге алсаңыздар кішкене жеңілдіктер болады ғой, енді бір-екі жеңілдіктер. Каспийдің несі ғой. Каспий Travel деген бөлімі. Билет бағасы купеге 23.222, люкске 27.000 дейді. 3 мамыр күні мінесіз, 4 мамыр күні түсесіз. Екінші жолға абонат дейдік. Алыста кадр мен аяқта кадр. Қазір дұрыс көрінбейді кадрдан. Жақындаған кезде түсірем. Оған айта тұрайық. Кішкене. 23.000 деген енді қатты қымбат емес. Енді оның үстіне жақын күнге қымбаттап кетеді ғой сізді. Әдейі скриншотта болдым. Міне 23.000 деген ең арзан түр екен. Мен сол неге қымбат деп вагондардың типтерін қарастырдым. Сөйтсем 3 тип бар екен. Купе, Тальго турист деген тип бар екен. Одан кейін люкс, одан кейін гранд люкс. Гранд люкс дегенде қарасаңыз, купеде әжіхана бар, себізге, душ себізге. Қазақ тілінің аудармасына риза болдым. Қатырып қойыпты. Купеде қол жуғыш кондиционер бар дейді. Купеде 4 орын дейді. Мынандай ғой. Мынау пласкарт, мынау купе, мынау люкс қой. Кәдімгі немен айтқанда. Просто Тальголарда пласкарт жоқ та. Бұлардың барлығына купе неғып тастағанда, істеп тастағанда. Одан кейін пойыздың жүру кестесінде неғып алдым. Түсіріп алдым телефоныма. Атыраудан 18:10-да шығады кешкі. Одан кейін станция Сағыз, Қандағаш, Шалқар, Сексеуіл, Арал теңізі. Ерден мынау келу уақыты, мынау тоқтау минуты, мынау кету уақыты ғой, соны дұрыстап қарасаңыздар. Қызылорда, Шиелі, Жаңақорған, Жаңақорғаннан кейін Түркістан. Қазір бізге 19:43-те келеді. Қазір қанша болды? 19:37. Мынаны әдейі скриншоттап алғам. Просто Каспийдің ана сайтында дайындап қоймасаң, қайттан оны пин кодын жазып, қайттан көруге тура келеді да Каспийге. Одан да скриншоттап алып, сөйтіп көрсете берген дұрыс деп ойладым. Арыс, Шымкент, Тараз, одан кейін Шу, Алматы 2. Алматының 2-ші вокзалына барады. Қазір енді ішіне кірамасам да сыртын көрсетуге тырысам, сыртын көресіздер, жақсылап көрсетем. Жалпы айтуға тұрарлықтай пойыз, негізі бұл жайлы шығарылым болған негізі. Бірақ сонда да көрермендер сұрағасын, өзіме де ол кездегі шығарылым өзіме ұнаған жоқ. Енді суық күн болса да әйтеуір барып түсірдік, әйтеуір көрермендер риза болсын деп. Көрермендер сұрап жатыр, оның үстіне контент керек дегендей ғой. Қазір енді Алматыға барады бұл пойыз Атыраудан. Сондықтан да жолаушылар әжептәуір жиналып қапты вокзалда. Көп жолаушылар. Екінші жолға өтеміз ау деймін. Темір жол аумағында жеке бас қауіпсіздігін сақтаңыздар. Мына жерлермен аттамаңыздар. Ондай арнайы өткелдермен жүріңіздер. Әшейінде sevіп кетесің ғой. Қоя берші енді. Екінші жолға келдік, екінші платформа. Қазір келген кезде түсірейін да, я. Қазір кеп қалды сонда да. Қазір келген кезде дұрыстап түсірейін. Әні өзі де келатыр. Күн шағылып түсіп тұр ма? Күн бәрібір шағылса да екен, отырсам да, тұрсам да. Қазір пойыздың көлеңкесіне білмей қалды ғой. Кадрға күн шағылысы кішкене құртады да качествоны.
сосын отырып түсіріп жатқам ғой, күн түспей ма деп. ТЭП 33А0006. О. Ассалаумағалейкум. Ой, тұра салайық еді. Вагондар жайлы айтқам, негізі білесіздер, вагондар жайлы. Тоқтағаныңыз, осының тоқтағанын арзамында күшті тоқтайды да деймін андай. Бірақ саты сәл енді не екен білмеймін. Ауа райы нашар болды ма жолда, или шаң болды ма? Сырты сәл шаңдау екен енді, сөздің ашығы. Ауа райы қандай сіздер жақта? Біз жақта жылы ғой. Көктем емес, жаз келе жатыр ғой. Қазір әдемі болып тұр енді. Мамырдан ары қарай ысиды ғой бізде. Жолда шаң болған ба білмеймін, шаңдау екен енді сөздің ашығы. Бірақ енді басқа шығарылымдарды бұған дейін мен бұны түсіргенмін да, сол шығарылымдарды қарасаңыздар, бұның сырты негізі жақсы. Бірақ білмеймін, жолда шаң болды ма, сондай болды ғой. Әйтпесе жуылады ғой жолға шығардың алдында. Соңғы вагон сәл неқып кетті сырты. Шырам болып қапты соңғы вагон сырты. Тоқтады. Қазір асықпай сүретін болам. Кеттік ал. Кеттік ал, жалғастырамыз. Генератор вагоннан әдейі өтіп кеттім. Дауысы қатты шығып тұр ананың да. Сөйлесем даусым естілмей қалып жатыр аңның қасын тұрып. Генератор вагон жайлы білетін шығарсыздар, айтқам ғой ол жайлы. Өткен шығарында айтқам. Кет. Жолаушылар өте көп, көріп тұрғаныңыздай. Пойыздан түсіп жатқанда, мініп жатқанда көп. Сатып алуға шыққандар да көп. Мынаңасы сырты. Сәл андай жамандамай қойын енді, көп тұрады ғой. Қазақстанда бәрі ғой. Şöyle kağıda da ne olur? Kettik. Kadr sәл еттіп тұрмаса болмайтын жақсы да қуып отыр камера. Кеттік асылшы. Ютубтан көресіңдер. Не айтамыз енді? Өткен шығарылымда негізі көп нәрсе айтып қойып, осы шығарылымға дым қалдырмадық па, не қылдық? Айтатын нәрсе өте көп бұл пойыз жайлы. Қазақстанда ең керемет пойыздардың бірі. Жалпы коммерциялық пойыздардың ішінде ең керемет пойыздардың бірі, және Атырауға қатынайтын ең танымал бағыт. Бағасын айтпай ақ қойын, енді бұл коммерциялық пойыздардың бәрінің ішінде баға қымбаттау болады. Бірақ не болса да, Қазақстанда осындай пойыз бар болғанына шүкір қайта. Жоқтан бар жақсы. Ресторанына кіреміз өткендегідей. Мүмкіндік туып жатса кіріп көруге тырысам. Бірақ негізі ресторанға да рұқсатсыз кіргізбейді. Оны ұғынған жөн. Ресторан вагон осы жобада болу керек. Міне осы жерде екен. Кеттік. О, сумаң ет кіріп кеткіз. Адамдар жатыр екен ерді. Мына жерде
көрермендер, сіздер үшін Талгонның ішіне ұрланып кіріп отырмын мен. Сумаң етіп. Сосын қарап отпай лайк басып қолдаңыздар енді. Кеттік. Негізі видео жүргізуге болмайды маған. О, ресторан. Неке? Адам жоқ па? Кеттік. Ne yerdekin adamlar? Шығатын жер қайда мына вагонның? Не жерде есік бар екен? Талгонның есіктері бар. Ne yerде отырамыз ба? Проход бар екен. Куда ты пойдешь? Никто не уезжает. Куда ты? О, қайттан шықтық. Талгонның да ресторанына кірдік. Ойлаған кіріп кетеміз деп, бірақ сумаң етіп кіріп кеттік. Вокзал ғимаратын әдемілік көрсетіп берейін. Кеттік, басына қарай жылжи берейік. Ішін көрдіңіздер. Ризасыздар деп ойлаймын. Негізі бұл пойыздың келгеніне де біраз жыл болған. Айтып ғой, Испаниядан келген деп. Сол біраз жыл болған негізі, бірақ сонда да ескірген ештеңесі жоқ. Әп-әдемі болып тұр. Ішін көрдіңіздер, ішіндегі атмосфера бөлек. Бірақ надандай ішім күйетті просто же. Әшейін кіріп шықтым да, бірақ жолаушы болып кіріп шықсам, одан да керемет общение болатын едім да. Бәрібір келесі жол жолаушы болып кіремін ғой. Құрамның басына жеттік. Мына жерде генератор вагон. Генератор вагонға әр станциядан емес, осындай Түркістан жалпы үлкен станциялардан тоқтап су құяды. Негізі 20 минут неге көп тұрады деп ойлайды адамдар. 20 минут неге көп тұрады деп ойлайды. Осы 20 минуттың ішінде осы генератордың ішіне су құяды. Және де осы пойыздың ішіндегі жалпы электр тоғы бар ма, жылу бар ма, салқындату жүйесі барлық жүйеге осы генератор вагон жауап беретін болғандықтан генераторға міндетті түрде су керек. Сол себепті осындай үлкен станцияларға тоқтап су құяды. Негізі қарапайым пойызда бар ондай су құю деген нәрсе. Қарапайым пойызда барлық вагонға құйып шығады да суды. Бұда не да? Басындағы бір вагонға, соңында бір вагон құяды. Басқа вагонға су құймайды. Және де айтпақшыдай бірінші жолға Қызылорда Семей пойызы тоқтап жатыр. Бірақ бүгінгі шығарылым осы пойызы жайлы болғандықтан Построен Испания деген оқыңыздар ма? Осы пойызды жалғастыра берем. Ол пойызға кейін арнайы шығарылым арнайым, сондықтан назарларыңыз осы пойызда болсын. Және де байқағаным, осы құрамда спортшылар кетіп бара деймін, иә? Байқадым. Жаңа де бір вагонның терезесіне жазып қойыпты да, Арман чемпион деп, Алихан чемпион деп, сосын ойладым да, осы вагонда осы чемпиондар кетіп бара деп іштей ойладым да. Рас екен, шынымен де спортшылар бар екен. Салмақ өлшеп отырмын жерде, сондай отыр екен. Біреуді сыртынан сүріп тұра берген, иә, кішкене арада түсейік. Уважаемые пассажиры, со второго пути отправляется скорый поезд номер 42 с сообщением от Алматы. При отправлении поезда будьте осторожны. Бүгінгі шығарылымдағы, жалпы бүгінгі шығарылымның басты кейіпкеріне берер бағаларыңыз болса комментке жазыңыздар. Мен өзім 10-нан 9 деген баға беріп тұрмын. Сыртына сәл не қылып, сыртынан бөлек енді есік кіргесін шрамдар байқалады, көп шрамдар. Сосын Қазақстан темір жолының логотипі бір вагонда бар, бір вагонда жоқ. Мынада жоқ. Не ол енді? Ұят қой. О. Тағы да айтатын нәрсе, вагонның ішіндегі тазалыққа да бір мән бергендеріңіз жөн. Мен тазалыққа 10 деген баға берем. Тазалықтары жақсы екен. Мен әшейін енді бір вагонға кіріп шықтым.
Bir вагонда емес, барлық вагонда сондай деп ойлаймын, сөздің ашығы. Барлық жолсеріктер жауапкершілігі мол деп ойлаймын. Тальго деген енді коммерциялық пойыз болсын, тазалыққа, жалпы ондайға қатты қарайтын шығар деп қатты қарайды. Ол рас нәрсе. Қазір мінекей бірінші жолға Қызылорда-Семей пойыз тоқтады. Негізі Қызылорда-Семей жайлы да шығарылым болған арнада. Жақында тағы да бір шығарылым болады. Егер де оқырманда қағылабатты түсіріп беремін. Түсірейін ба Қызылорда-Семейді? Оны да комментке жазып тұрсаңыздар, жақсылап. Енді біз қазір шығарылымның соңына жақындап қалдық. Вокзалдың несі де хабарлап жатыр. Мына көрінісі де маған ұнап жатыр. Мынаның сырттарына қарасаңыздар, сырттарына, мына. Мынаның сырты мен мынаның сыртын. Ұқсайды? Вагондар екі түрлі болғанына мән бермей қойыңыздар. Сыртына бір мән беріп қалсаңыздар, ұқсайды? Бұл да бір қтж-ның сондай бір стандарты. Барлық вагондар осындай бір стандартты сөйтіп не жатыр, келтіріп жатыр. Жоқ, мен жолаушы емеспін. Қазір санаулы минуттардан кейін жүреді. Жүргенге дейін кішкене бір көрсете тұрайын деген. Қазақстан темір жолы. Біздің мақтанышымыз. Так, мына екеуінің сыртын салыстырып көрсек, мынаның сырты сәл енді әдемілеу екен. Бұл енді бүгін шықты ғой, бұл енді жолға. Бүгін шықты, шыққанына бір күн болған жоқ. Ары кетсе бір 5 сағат болған шығар, 5-6 сағат. Мынау шыққанына бір күннен асты, 1,5 күн ба? Жоқ, бір күн 1 сағат болды. Бұның шыққанына, жолға шыққанына. Жолда енді жел болады, анау болады, мынау болады, сәл астанған ғой. Атак. Мынаның сырты әдемі екен. Ұнап қалды. Екінші Тальгоның да сырты әдемі ғой. Тальгоның сыртын әңгіме жоқ. Осы жерде жүре береміз ау деме. Жолаушылардың бәрі мінген жоқ вагонға. Әлі уақыт бар пойыздың кетуіне, бірақ енді бірінші жолға Қызылорда-Семей пойызы келетін болғандықтан Атырау-Алматының жолаушыларына ертерек хабарлады әдейіге. Өйткені бірінші жолға Семей келсе, жолаушылардың екінші жолға өтуі сәл қиындау болып қалады, енді кішкене уақыт алады дегендей. Сол себепті әдейі ерте хабарлады. Осымен шығарылымда соңына тәмән. Қазір пойыздың жүрген сүреміз. Шығарылым соңында сіздерге айтарым өтінішім бар. Не қалайсыздар, қандай шығарылым күтесіздер, соны комментке жазыңдар. Сондықтан және де міндетті түрде қолдау білдірейік. Сіздер үшін, сіздердің сұрауларыңыз бойынша түсіріп жатырмын. Ішін көрсетпедіңіздер, ішіне де кірдім. Ресторанында көрсетіп жатырмын. Билетім жоқ, негізі болмайды кіруге негізі. Провозающий кіріп кеттім қашейін. Сіздер үшін осыны ұсынып жатырмын. Қызықты қолдау білдіріңіздер. Және де келесі шығарылым, қандай шығарылым болсын, соны міндетті түрде пікірге жазыңыздар. Біздің шығарылымымызда соңына тәмән. Міне уже есіктерін жауып жатыр жолсеріктер. Бұның есігі андай не ғой? Автомат қой, көрдіңіздер ме? Есік жабылған ұнайды осылардың жек. Пұшық етіп қалады, болды. Кеттіге біз басынға жылжи берейік. Қолдап лайк басып отқандарыңызға Алла разы болсын. Және де барша көрермендерге жалынды сәлем. Атырау, Алматы, Семей
Қазақстанға көрермендеріме бәріне жалынды сәлем. Аман болыңыздар, жолдарыңыз болсын. Біз шығарылымды аяқтаймыз. Ал, жүрді ал. Жолдарыңыз болсын. Барша темір жол қауымына жалынды сәлем. Ал, жолдарыңыз болсын. Жылдамдығын бірден алып отырған о. Әшейінде бұндай емес еді ғой. Ал, жақсы. Лайк басамыз.